Қайырлы күн, достар. Көктемгі уақытта ең қажетті салатты дайындайтын боламыз. Бұл салаттың құрамында витаминдер өте көп. Ең алдымен 2 алманы алып, 4-ке бөліп, соломка қылып турап аламыз. Сыртымен бірге турады деп сөкпеңіздер. Менде жұмсақ алма болғандықтан сыртымен бірге турап алдым. Одан кейін 2 кішкентай қызылшаны теркадан өткіземіз. Барынша сақ болу қажет. Менде піспеген қызылша өте пайдалы. Жақсылап теркадан өткіземіз. Жақсылап теркалағаннан кейін қызылшамызды алмаға қосамыз. Менде грек жаңғағы. Одан кейін қара мейізді қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Дәмі ерекше. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін мен чудо деген йогуртты қостым. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.